Саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңдар. Балалар, бүгін сабағымызды бастамас бұрын, ең бірінші бір-бірімізге жақсы бір жылы лебізімізді білдірейік, тілек тілейік. Қыздардан бастаймыз ба? Мен бүгін сендерге сабақты жақсы көңіл-күймен өткізуді тілеймін. Бүгінгі сабақта барлығымыздың жоғары баға алуыңызға тілектеспін. Әр сұраққа мынадай жауап беруді жақсы баға алуыңызға Жақсы. Балалар, өткен сабақты қайталау мақсатында біз Learning Apps платформасы арқылы сәйкестендіруді орындаймыз. Телефонымызды алып, содан сәйкестендіруді орындаймыз. Орындап болған соң тексереміз. Балалар, білеміз бе, қалай тексеру керек екенін? Мына жердегі көк белгішені басу арқылы жауабымыздың дұрыс бұрыстығын тексереміз. Кімде қанша ұпай? Барлығы дұрыс. Кімге балаусаға 4 ұпай қоямыз. Ары қаратай, Аруна. Барлығы дұрыс 4 ұпай. Дария. 4 дұрыс 3 ұпай. Дарияға. Нұрым. 4 дұрыс 3 ұпай. Бақыт. Барлығы дұрыс 4 ұпай. Тасқын. Біреу ғана қатема 3 ұпай тасқынға. Наз 3 ұпай. Кім қалды? Ерасыл 4 дұрыс, значит 3 ұпай. Енді ары қаратай жаңа сабағымызды бастаймыз. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күн ретін жаза қойыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шартты форматтау. Жаза қойыңдар. Сабағымыздың мақсаты электрондық кестеде шартты пішімдеуді пайдалану. Шартты форматтау. Балалар, бүгін біз гистограмма, түрлі түсті шкалалар және белгіше жинақтармен танысамыз. Енді гистограмма дегенімізде таңдалған ұяшықтағы мәндерді көру ыңғайлы болу үшін әр түрлі түстегі гистограммаларды қоюға мүмкіндік береді. Түрлі түсті шкалалар орналасқан мәндеріне қарай ұяшықтарды 2 немесе 3 түске бояу арқылы ерекшелеу. Белгіше жинақтары ұяшықтарға қойылатын белгішелерді көрсетеді. Ұяшықта қандай белгіше болуы ұяшықтағы мәннің басқа ұяшықтағы мәндермен салыстыру арқылы анықталады. Шартты форматтау бұл шарттан шығатын ұяшықтардың безендіру мүмкіндігі. Осыны дәптерімізге жазып қоямыз. Ал енді балалар, бұл шартты форматтауда біз бірінші Excel бағдарламасын ашып, сол жерден условное форматирование, сол жерде гистограмма, световые шкалы и набор значков деген тұрады. Сол белгілер арқылы орындаймыз. Енді қазір біз практикалық жұмыста ең бірінші бізде дескрипторы бірінші кесте құрғанымыз үшін 1 балл, кестені шартты форматтау ережесі бойынша толтырғанымыз үшін 1 балл, сонда барлығы практикалық жұмысқа 2 балл аламыз. Осы практикалық жұмысты енді компьютерде орындаймыз.
Ал енді балалар, практикалық жұмысымызды аяқтап, осы бойынша бағалаймыз. Арунаға 2 балл қосамыз, кестені толығымен бітірді. Назамыз кестені толығымен бітірді. Тасқынға 1 балл, кестесі толық бітпеді. Нұрымға 1 балл, Ерасылға 1 балл, Дарияға 2 балл, Балаусаға 2 балл, Бақытқа 1 балл. Енді осы ары қаратай балалар сабағымызды жалғастырамыз. Орындарымызға келіп отыраңдар. Балалар, енді ары қаратай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында Кахот бағдарламасы арқылы біз бүгін тест тапсырамыз. Қазір QR кодтарымен, телефондарымен сканерлеп алып, Кахотты бастаймыз. Тіркелеміз. Дария, Балауса, Тасқын, Аруна. Кім қалды? Бақыт. Бәріміз кіріп қоя. Кім кірген жоқ? Тағы біреу кірген жоқ. Ерасыл, Нұрым, Дария, Балауса, Тасқын. Кім? Наз кірмей өтсін ба? Кірдік қоя. Ал енді бәріміз бірдей кірдік. Енді бастаймыз. Сұраққа жауап береміз. Белгілейміз. Бәріміз дұрыс жауап бердік. Келесі екінші сұрақ. Excel программасындағы жұмыс парағында бағандар атауы немен белгіленеді? Жақсы. Біреуіміз қателесіппіз, иә? Әзір. Excel программасының жұмыс парағында бағанның дұрыс белгіленуі. Жауабы. Жақсы. Келесі сұрақ. Excel'де формула қандай белгімен басталады? Келесі сұрақ. Excel программасындағы өңдеу нысаны қалай аталады? Келесі сұрақ. Excel программасы файлының кеңейтілімі қандай болады? Келесі сұрақ. Excel программасындағы жұмыс парағындағы жолдар атауы немен белгіленеді? Жақсы, бәріміз дұрыс жауап беріппіз. Енді бізде ең бірінші орында, үшінші орында Балауса, Бақыт, бірінші орында кім? Аруна екен. Бүгінгі Кахот бағдарламасы арқылы Арунаға 4 балл, Бақытқа 3 балл, Балаусаға 2 балл. Қалған балаларға 1-1 балдан. Арунаға 4 балл қосамыз, бүгінгі сабақтан 10 балл алды. Бақыт 4 балл қосамын, 9 балл. И Балауса. Балаусаға 2 балл қосамыз, 8 балл. Қалған балаларға 1-1 балдан қосамыз, сонда
Бүгінгі бізде бағаларың Арунада 10 балл, Назда 6, Тасқында 5 балл, Нұрымда 5 балл, Ерасылда 5 балл, Дарияда 6 балл, Балаусада 8 балл, Бақытта 9 балдан бағаландық. Балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында бізде кері байланыс. Бүгін мен білдім, қиындық тудырды, қолымнан келді, мен үйрендім. Балауса. Бүгін мен шартты форматтау туралы білдім. Маған Kahoot платформасы бойынша жұмыс жасау қиындық тудырды. Менің Excel бойынша практикалық жұмысты жасау қолымнан келді. Мен жалпы шартты форматтауға үйрендім. Шартты форматтауды білдім. Жақсы. Аруна. Бүгін мен сабақта шартты форматтау туралы түрлі тәсілдерді білдім. Excel программасындағы маған сабақта ешкімге қиындық тудырған жоқ. Мен Excel программасында шартты форматтауды тезде құруды қолымнан келді. Менің үйренгенім шартты форматтауды ары қарай құрып, оларға таңбалармен белгілеу. Жақсы. Балалар, енді күнделігімізді ашып, үй тапсырмасын жазып алайық. Үйге оқулықтың 78-ші бетіндегі жеңіл атлетикадан жарыс деген тапсырмасын үйден орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.